Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ауызда еритін сковородкадағы пицца жасайтын боламыз. Видеоны до конца көріп, тіркеліп кетіңіз. Бізге осындай заттар керек болады. Барлық құрам описаниеда. Алдымен біз сосискаларымызды ашып, турап алатын боламыз. Біз оларды дөңгелектеп, қатты үлкен не қатты кішкентай қылмай, орташа мөлшерде турайтын боламыз. Енді оларды тәрелкеге салып қоямыз. Мен бір орташа тәрелкенің жартысына салып қоямын. Енді біз сиырымызды аламыз. Бізге 100 грамдай сиыр керек болады. Мен қазір ровно 100 грамм сыр бөліп алдым. Енді осы 100 граммымызды терканың ең үлкен басымен осылай теркелейтін боламыз. Біз сиырымызды түркелеп болдық. Енді біз осы сосисканың жанына тәрелкеге сап қоямыз. Тәрелкеге. Енді біз тестамызды дайындайтын боламыз. Біз осындай кішкентай кастрюль аламыз да 2 жұмыртқамызды жарамыз. Содан соң жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Оның артынан сүтімізді құямыз. Сүт бөлме температурасы болу керек. Одан кейін майымызды қосамыз. Енді біз ұнымызды алып, оған разхилмен тұзымызды қосып араластырып, кейін сүт жұмыртқа суарған қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін бізде осындай тесто шығуы керек. Енді біз сковородкамызды ысытып, қыздырып, кейін үстіне майымызды жағып аламыз. Жан-жағына барлық жеріне жағатын боламыз. Қызғаннан кейін өзіміздің жаңағы тестамызды қосатын боламыз. Барлығын салып жіберуіміз керек. Немесе екіге бөліп, өздеріңіздің қалауларыңызға қарау.
Одан кейін үстіне томат құямыз. Томат болмаса да кетчуп қосуға болады. Оның үстіне жаңағы сосискамызды бірінші сабаламыз астына. Оның төбесіне сырымызды қосамыз. Енді қақпақпен бетін жабып, 10 минутқа қоямыз. Уақыт бітті. Енді біз пиццамызды ала берсек болады. Осындай пицца шықты. Мінекей, сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Амангелді Нұрсыла.